Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен корндок дайындайтын боламыз. Бөлек таза ыдысымызға жұмыртқа саламыз. Оның үстіне бір ас қасық қант салып араластырамыз. Қантымыз ерігенше 2 минуттай араластырып отырамыз. Дайын болған массамызға жарты шай қасық тұз салып, оның үстіне жарты стакан сүт құямыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Бөлек бір ыдысымызға ұн салып, оның үстіне қопсытқышпен араластырамыз. Араластырылған массаны бәрін қосамыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Массамыз қаймақ секілді болу қажет. Ұнды көп қосып жібермеңіздер. Ал енді шұжығымызды дайындаймыз. Қабығын алып тастаймыз. Менде балалар жейтін болғандықтан екіге бөлетін боламын. Екіге бөлінген шұжықты таяқшамызға кіргіземіз. Мінеке бәрін кіргізіп шықтық. Мен екі түрлі етіп жасайтын боламын. Біріншісі массада дайындаған, ал екіншісі панировочный сухари. Табамызға май құйып қатты қыздырамыз. Шұжығымызды дайын массаға салып, оны қызып тұрған майда қуыратын боламыз. 3-4 минуттай. Мінеке шұжығымыз пісіп жатыр, оны айналдырып отыра пісірдік. Дайын болған шұжықтарымызды көрсеңіздер болады, ол өте жұмсақ болып шықты. Дәмі ерекше, балалар өте сүйіп жейді деген үміттемін. Астарыңыз дәмді болсын, менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Әрқашанда сіздерді жаңадан рецепттермен қуантатын боламын. Келесі кездескенше.